Баярда daaratты жаңылайын. Аял киши үйдө олтуруп, бала тарбиясы менен алек болуш керек. Бул айылдын айымдарынын окуун тебелип бүтүп турсуңар. Бул айылда зам ким? Се. Мага окшогон бирөө келип буларды өзгөртпөсө болбойт. Ака мен тирүүмүн, эч ким өзгөрбөйт. Аял заты бул ата-энеден эмес, Аллахтан аманат болот. Эртең сиздин кызыңыз бирөөгө аял болот. Кызыңызга кандай мамиле кааласаңыз, аялыңызга дагы ошондой мамиле кылышыңыз керек. Алло. Girl Style командасы. Апалар айткан элдин кыздары келип калды. Салам Бишкек! Кыздар, бүгүнкү оюнда эч нерсени коркпой ойносоңор болот. Анткени бизде уже 2 жылдыз бар. Неге? Мына Калстар тоонда отурган Данияр Эрматов менен Гүлназ Чинебек кызы өзгөндөн болот. Эми атайын Борбор шаарына келген жердештерден 1 жылдызын аябаса керек. Кыздар, жылдыз топтоп не кылабыз? Дубайга барабыз айда. Мен барбайм. Тем более Кадыр ага менен апам мени жөнөтпөйт. Ким айтты Кадыраган барат деп? Кадыр ага барат эле. Мурдагы оюнду көрбөдүңөрбү? Аста өзүңөр жөнөтөт да, аркаңардан шүмшүйүп жеп келет. Ал еш нерсе эмес кыздар. Мына Бишкек шаарына келип ушул нерсени байкадым. Бишкекте кыздар сөйкөнү кулагына эле такпастан мурдуна дагы тагышат экен. Керек болсо киндигине тагып жүргөндөрүн дагы көрөсүң го. Бизде мурдуна торпоктор сүттөн чыкпагат го, ошолорго тагат го. Кыздар, илгери ата-бабаларыбыз 18-19 жашында үйлөнүшүп, бир үй бүлөнүн башын кармаса, азыркы 18-19 жаштагы балдарга магазиндеги тамекини сатышпайт экен го, жаш бала экенсиңер. Анысы го мейли. Азыркы жигиттердин кыздарга деген требованиясы өтө күчтүү. Кандайча? Ала турган кызы 18-ге чыкты, дегиле окуган, билимдүү, балдарына жакшы тарбия берген. Турмуштук опыту болсун дейт го. Айланайындар, андай аял азыр 70 жашта. Мына ошолорду айтса болот. Опыты бар деп. Кыздар, кайсы ар бир үйлөнгөн жигитке суроо берсең элечи. Нормальный кыз жок дешет да. Урматтуу жигиттер, нормальный кыздар толтура, нормальный кыздар нормальный жигиттер менен жүрүшөт да. Ал эч нерсе эмес кыздар. Кече күнү бир жигитке свиданияга чыгып атпаймынбы? Жашына эле отурсак, сен байлыкка кызгасың, сен мен үчүн акча үчүн жүрөсүң дейт. Болбосо экөөбүз тамак ичкен чайдын акчасын мен төлөдүм. Эгерде ошончолу эле байлыкка кызыкканымда, ал көтөрүп жүргөн айфондун рассрочкасын төлөбөсөм керек эле. Кыздар, ушул жерде бир үйлөнгөн жигиттерге кайрылуу жасап кетпейм да? Айтып көрчү. Урматтуу үйлөнгөн жигиттер, жакшынакай аялыңар, балдарыңар туруп бойдок кыздарга сөз атпагылачы. Канчалык сөз атсаңар деле, канчалык шакетти колдон ыргытсаңар деле, курсаңар чыгып, билинип каласыңар го. Анда эмесе кыздар, Ош шаарынан алып келген пакталарды секин кылып Калстар тоонуна койбойлубу? Анда Самат байкеден баштабайлыбы? Башта. Самат деген ким өзү? Айбаты курч, ташты жаратмын өзү. Жүрөгүндө жалыннаган оту бар. Самат байке, чагылгандын бир өзү. Данияр менен не олорун чынчынына мындан ары ким билет? Оу, ким билет? Даңгыр жолду араба айдап, о Гүлназ жүрөк козго ырдап берейин, о Гүлназ. Канет жаным, менин өмүрлүк жарым, мынчалык бакыт болбосу үй бүлөдө.
Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Эй, Манас болуп тур. Манас атка конуп тур. Ош шаарына барыптыр. Шорпону ичип алыптыр. Агада тойбой калыптыр. 20 самсаны жеп албай антарылып калыптыр. Шахида, Манас ака жөнүндө ыр айтпайсыңбы? Мен Манас жөнүндө ыр айтпайм. Неге? Манас деген мен бывшыйым болгонда, ошого Манас аттуулардын бардыгы жакпайт. Ошондуктан бүгүн Манасты шыбагыла кыздар. Кантип шыбайбыз? Шыбаганды мына мен үйрөтөм. Бака баштуу Манастан кара каштуу Данияр артык дейт. Кыздар, ушунча сөздөн кийин Манас байке бизге капа болуп калбайбы? Жок, капа болбойт. Элибизде жакшы сөз бар го. Сууну сиңген жерге сеп деген. Мына Манас байкенин кебетесин көрүп эле турбайбыз, сиңирип эле кетет. Эч келе пакта кое беребизби? Жумагүл, сен мисалы 25ке чыктың, Турмушка чыга элексиң. Качан турмушка чыгасың? Ойбу, мен коюп тургачы Гүлназ эжебиз качан турмушка чыгат дейм да. Мисалы азыр таланты бар, машинасы бар, үйү бар, фигурасы деле болсо керек. Эми ошончо нерсеси болуп туруп, Гүлназ эжебизди кайсы эркек карабайт дейм да. Ой, карайт эле. Просто эжебиз тандап жүрөт да. Ойбу, чындап азыр кыздарга тандоо аябай кыймылдат, Мисалы мен кыздарды түшүнбөйм. Миң түстүн айырмасын жакшы билебиз дагы, жакшы эркек менен жаман эркектин айырмасын билбейт экенбиз. Негизи кыздар, тандаганыбыздын деле себеби бар да. Акыркы окуялар ошол нерсеге алып барып жатпайбы? Оюнубуздун соңунда соңку окуяларга байланыштуу бүтүрөлү деп чечтик. Аял затын негизи аяр, назик кылып жараткан. Аларды сиздерге колдойт дегендин ордуна кордогонуңуздар туура эмес. Аялды урган эркек эч качан эркек болуп саналбайт. Урматтуу мырза жигиттер, аял сиздердин аманатыңыздар. Мына ошол аманатыңыздарга кыянат кылбаңыздарчы. Алдыңыздарда даңқ ордендүү Ош мамлекеттик университетинен келген Girlstyle командасы болду. Чоң рахмат. Girlstyle командасы өзүнүн ыраазычылыгын Ош мамлекеттик университетине жана Сапар Сайназаров агабызга билдиребиз дейт. Сапар мырза бизде ардактуу конок болуп турат, кол чаап койсоңуздар болот. Мыкты режиссер, элди сыйлап ордубуздан бир туруп койсок болот, Сапар. Анын жанында дагы таланттуу жигит, кудул жигит эртең буюрса дал ушул залда өзүнүн күлкү концертин тартуулайт. Канат Шанаевга бир кол чаап коюңуздар. Кийинки команда коңшу өлкө Өзбекстан, Каракалпакстандан келген Бахаха шоу командасы алдыңыздарда. Қырқында қойылды төбеге құлпақ, сақ масса кеткен тараған ұрпақ. Мехір мүругетке толы бұл қалық, әзелден дөреген мәрт Қарақалпақ. Қарақалпақстанның борборы Нукуш шарынан, дүнияның борборы Бишкекке келдік. Ассалаумалейкум Қырғызстан!
Бишкек. Мен қатты жақсы көремін ғой Бишкекті. Бишкек біздің мына жерімізде ғой. Ой, бұл осы жерге қадалған ғой. Сенбейсіздер ма? Міне, костюм, міне. Чисти Бишкек деп жазып қойған. Бишкекский. Бағана базардан О, Қадыр Жарматов. Не? Ой, достым, ассалаумағалейкум. Қадыр Жарматов, достымыз ғой бұл. Біз кеше Қарақалпақстаннан келдік, квартираға келіп, жайғасып енді дайындалайық десек, Қадыр Жарматов келді да таңға сен сөйлеп отырды бізге. Сөйлеп отыр. Короче, кеше бізде Қадыр түн болды. Зор жігіт. Қарақалпақстаннан құр келмейін деп, міне сыйлық алып келдім. Қой. Қадыр Жарматов ішпейді ғой. Ішеді неге ішпейді? Арақ алып келгенсің ба сен? Ішпейді деймін. Ой, ішеді деймін. Ішпейді. Өткенде Қарақалпақ барды ғой, Қарақалпақстанға барды. Ал. Біздің үйде 2 күн қонақ болды. Отырып іштік қой. Өтірік сөйлемеңді. Сонша халықтың көзінше өтірік сөйлемең. Сен бейсіңдер ма? Сенбеймін. Доказать етіп берем. Қане? Видеоға түсіріп қойғам ішіп отқанымды. Міне, қараңдар. Міне. Қадыр қорқып кеттің ба? Қорқып кетті. Охо, қалыстар. Кімді көріп тұрмын? Самат аға. Самат аға, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Аға деме? 92-ші жыл? 92? Есі бе? 92 ма? 92 ғой, сіз 80 жыл. Сіз чаңсыз ғой, бұл кіші бала ғой. Ой, 92 десеш? 92 ғой. Сен деп сөйле. Сен де. Ей де. Ей, Самат, тұр. Не күлесің? Тұр. Өзіңе чоңғысы келіпті, тұр. Тұр. О, мен 80 жыл ма? 80 жылсыз ғой. Қалыстарың бәрі кішкентай, қалыста тұрыңдар давай. Бәрін тұрыңдар давай. Енді, рахмет. Самат, барда су алып келші бір. Шөлдікті. Қалыстардағы Самат ағаға суап ке деген неудобно емес па? Неудобно? Қалай бұл? Енді, қалыстардың арасынан ең патсаны осы емес па? Қалыстардың арасында ең кішісі әне Манас аға. Кішісі Манас аға, патсаны Самат қой, барып келсей. Қадыр достым, бүгінгі ойында жылдыздардың бәрін бізге бересіз. Бермесеңіз, ана жан досыңыз бар ма, Икрам? Соның бір қызға барған видеосы бар. Соны таратып жібереміз. Серьезно ба? Көрсетіп тастаймыз кәдімгідей. Білмейсіз. Көрсет. Міне. Қой жіберейікші қане. Міне. Икрам досыңыз, міне Икрам досыңыздың видеосы. Міне. Ашты. Ал. Міне. Енді, тоқта. 18 секундтық видеоменен Қадыр Жарматовты қорпақшымыз ба енді сонда? Ой, сен көріп тұрған 18 минут. Ішке кіріп жарты сағаттығы бар қалды. Соны көрсетпейін бәлі. Андай болса, аққалпақты қырғыздар, қарақалпақтарды қолдап отырайық. Бізде... Рахмет. Бізде бірінші тамаша. Мәшиненің ізінен жүгіріп, бекерден бекер жүгіре беретін иттер болады. Сондай ит көшеде. Мынаң ізіне жүгіртіп, үйден ұзақтап кеттім ғой мен. Мынау мен жиятын қылайшы. Бізде кейінгі тамаша ұлан тауыз, склероз, кенгуру ормонда. Есіме шығып кетті ғой. Ұлан тауыз қалыстар тобындағы Самат ағамызға тек қана бір адам осылай айта алады екен.
Самат аға укол салып болдым. Енді қысып жүріңіз. Айылдағы жалғыз английский мұғалім. Good morning, Teacher! Өздеріңе де сондай. Teacher. Teacher. Teacher, 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 teacher. Sit down, please. Teacher кетті. Sit down, please кетті. Teacher, I have the good many milky today. Сен ағылшын тілінден Олимпиадаға барады. олимпиадаға барады. Ұлантауыз, тойға аш болып келген студенттер тойда. Барамыз. Сен ана баннердегі кім тойы, кімнің тойы екенін айтып тұрасың маған. Болды. Тамақтанып шығамыз, иә? Сен сөйлесесің осы. Мен өзім сөйлесем. Кімнің тойы екенін айт. Болды, иә? Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Кімсіңдер? Кім біз? Кім? Қадыр. Қадырдың достарымыз біздер. Қадырдың достары, родной, бірге өсіп. Аға, Қадырдың сүннет тойы. Дұрыстап оқымайсың ба? Дұрыстап оқымайсың. Көрмей қалдым. Қадыр біздің баламен садикке барады. Досы ғой, досы. Садикке барады бірге. Соған келдік. Аға, Қадыр мен сүннеттің тойы. Дұрыстап оқысай, дұрыстап оқысай. Жартысы көрінбей жатыр. Біз Қадырмен сүннетмен араласамыз. Араласамыз. Көп араласамыз, жақсы танимыз біз оны. Аға, бір мәрте кешір. Қадыр мен сүннеттің 60 жас юбилей тойы. Жақсылап оқымайсың ба? Жақсылап. Мен не істеймін? Тұр. Құрчақ ашып бірдеңе беріңізші. Түсіндім. Студентсіңдер ма? Мен де студентпін. Қадыр мен сүннеттің 60 жас юбилей тойы. Кіріп бірге кіріп шығайық. Рахмет. Құрметті қырғыз бауырлар, біз алыс Қарақалпақтан алыстан келгенімізбен сіздерге қатты жақынбыз. Өйткені тілдеріміз ұқсас. Почти бір. Дініміз бір, тарихымыз бір, келешегіміз бір. Қалпағымыз да бір. Тек цветі басқаша. Құрметті ақ қалпақты қырғыздар, сіздермен бірге болған Қарақалпақлы бауырларыңыз, Қарақалпақстан командасы. Рахмет, Бишкек. Рахмет!